қай нәрседе күнә болатын болса, құрметті жамағат, ол нәрсе біздің былай айтқан кезде мысал қылып келтіреді ғой. Иманды келтірген уақытта білеміз, иман азаймайды, көбеймейді. Иман бір қалыпты нәрсе. Өйткені Алла тағалаға деген біздің сеніміміз бәрімізде бірдей. Өтірік пе, рас па? Аллаға шәк келетін болса, діннен шығып кетесің, Құдай ұстасын. Пайғамбарға деген сенім ше? Бәрімізде бірдей. Пайғамбар емес, күмәндансаң болды, діннен шығып кетесің, Құдай ұстасын. Періштелерге деген сенім ше? Ақыретке деген сенім ше? Бәрімізде бар. Иман негізі азайып көбеймейді. Алайда иманды не қылады екен, қарайтатын нәрселер бар екен да. Ол не деген уақытта? Бұл күнә екен да. Көрдіңіз бе? Мына жерде адам күнә істеген сайын хадисте келеді ғой. Әр күнә істеген сайын жүрекке не пайда болады? Дақ пайда болады, қара дақ. Күнә істеген сайын үлкейе береді. Бұл жүрек деген кезде иманға түсетін дақ ол. Жүректің өзі ол дақ болып қап-қара болып кетпейді. Жүрек бәріміздегі тексерсек бәрімізге бірдей. Ауыр сау жүрек болып бөлінген шығар, бірақ алайда оның түсі, реңі, формасы бірдей бәрімізде. Алайда дақ иманға түседі, құрметті ағайындар. Сол иман жаңағыдай адам баласы не қылады, күннің жүзін бұлт шапқандай не күнә иман жауып қояды екен да. Сол үшін біреуді боқтадың ба, лағнет, қарғыс айттың ба, Құдай сақтасын, әһіл болмаса күнә болады. Күнә болған нәрсе не қылады екен? Иманды Алла сақтасын қарайтады екен да. Сол үшін адам баласы бұдан аулақ болу керек. Иман таза ұстау керек. Қараңызшы, дінімізде келетін болсақ, барлық уақытта жүректі таза ұстауға не қылады? Шақырады. Жүрек таза болсын. Жүрек таза болсын. Жүрек қарайған уақытта адам баласы кәсібінің адал арам екендігіне, қайдан келе жатыр, неге сарттап жатыр, мән бермей қояды екен да. Күнә жасаған уақытта күнәнің ауырлығын сезіне алмай қалады екен. Намаза тастаған уақытта, құлшылық орындамаған уақытта ол ауырсынбайды екен да, оған бәрі бір екен да. Өйткені жүрегі қарайып кетеді екен. Сол үшін ағайындар, әр сөйлеген сөзімізге мұқият мән берейік. Пайғамбарымыз қараңызшы, өзіне өлім тілеп отқандардың өзін не қылды? Қарғаған жоқ та. Қарғаған Айша анамызға асықпай қарғама деп айтты. Білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды Таиф қаласы таспаран қылды, таспаран қылды. Мен айтқым келіп тұрған нәрсені пайғамбарымыз айтып жатып, сол айтқан сөзін амал қылып жатқанын айтқым келіп отыр да. Таиф қаласы таспаран қылды. Киімдері қан болды, аяқ киімдері қанға толды. Таудың берістері келді. Қарғыс айтатын болса, қабылда, бітті. Ешқандай кешірім жоқ аналарға. Таудың астында қалады, бітті. Бірақ не қылды? Мен былай қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға дұға етті да. О Раббым, бұлар білмей жасап жатыр. Білгенде бұлай жасамайтын еді. О Алла тағалам бұларға хидаят беріп не қылды? Оларға керісінше қарғаудың орнына, жамандық тілеудің орнына не қылды? Олардың хақысына дұға етті да, қараңыз. Өйткені Алла субхану ва тағала Құран-ы Керимде біз сені әлемдерге рахым пайғамбар етіп жібердік деп куәлік беріп қойған еді.